пайдасы мен зияны. Тұз ең таралған тағамдық қоспа. Дәрігерлер оны ақ өлім деп те атайды. Тұздың күнделікті тұтынудың азайтуға кеңес беріледі. Ол шынымен ағзаға зиян келтіру мүмкіндігі бар. Пайдасы: ерте заманда тұзды азық-түлікті ұзақ мерзімге сақтау үшін қолданған. Ол бактерияларды өсуіне кедергі келтіріп, тағамның бұзылуына жол бермеген. Тұздың құрамында натрий бар. Натрий ағзаның көптеген процестерін маңызды рөл атқарады. Бұл химиялық элемент адам үшін ауадай қажет, бірақ оны шамадан тыс қолдануға болмайды. Оның